Машалла. Мында Аллаға сыйынған емді түгел жазып тастаған. Оқ беріңізші бізге, оқ беріңізші, егер не болмаса. Сіздерге қазір оқысам. Оқ беріңізші. Алла, мен саған мұқтажбын. Мен сенің байлығыңды көзіммен көріп сезінгім келеді. Аль-Мутни, мұқтажсыз Аллахым, сенің нәсіп еткен берекелі зәуліміңде отбасымен өмір сүріп, үнемі шүкір қалдегі мұсылман болғым келеді. Қалаймын, аумин деп. Осы үйлерді шығар. Осы бір ай бұрын қыстық тыстадым, содан күнде таңертең қарап, осы менікі болады деп Аллаға сыйына беріп. Машалла. Бірақ сіз бағана айттыңыз ғой, осы үйді мұқтажданға бұйырсын деп. Айтсаңдар, өздеріңе ғана тілемей деді. Содан қуанғанына сіздің суреттеріңіз көрген сайын мұқтажданға бұйырсын деп айтып отырдым. Машалла. Бірақ қуанған сонша үсті басы қазір дірілдеп, Қуақпалмаңыз. Мына үйде отырған келінім мен бала шағам айғайласам, бұлар мама неғып дейді, бұлар мен ылғи да алып жүремін осындай заттар. Содан кейде ана үлкен балам айтып қалады, ой мама құраласыз сіз құры ақшаны бүйтесіз да ештеңе шықпайды дейді. Мейлі шықпаса да енді қайырымдылыққа кетеді ғой көбі деп айтып жатқанмын. Хабар аласыз ғой қолыңызға бастысы. Қайырымдылыққа кетеді. Оған өкінбеймін. Еще бізге бізге боянатын заттарды алып жатырмын. Оған да өкінбеймін деп сөйтіп қуанып айтып жатқанмын ғой. Бізге көрсіз. Машалла. Қызым, келсейші бұл. Кел, қайда бүгін сіздерде қуаныш. Бүгін сіз, тәте, бір күннің, бір түннің ішінде Аллахтың қалауымен 250 миллион тұратын миллионер болдыңыз біріншіден. Екіншіден, Аллах тағаланың сондай бір мейірімділігімен осындай барлық күллі дүниясы бар Алматының қақ төрінен мықты районда орналасқан 250 миллиондық үйдің жеңімпазы болдыңыз. Құттықтаймыз тағы да. Сенер сенбезім. Жылады, күлді.